Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қамыры жұмсақ, өте дәмді пицца дайындаймыз. Және де пиццаға арналған соустың рецептісін мен сіздерге ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен 220 грамм жылы суымызға 1 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз және 5 грамм аштығымызды салып араластырамыз. Үстіне 30 грамм зәйтүн майын құямыз. Және 400 грамм ұнымызды салып, әдемі қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз қатты болмауы керек, және де қатты жұмсақ болып кетпеуі қажет. Қамырымызды 5-7 минутта илеп болған соң ыдысқа салып, бетін жауып жылы жерге 40 минут немесе 1 сағатқа қамыр көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше біз салмасын дайындаймыз. Оған бізге тауықтың 2 төс еті, сұйық май, копченая паприка, тоз бұрыш, паприка, тауыққа арналған дәмдеуіш және де ащы қызыл бұрыш қажет. Барлығын әдемілеп тауықтың сыртына жағып шығамыз. Содан соң фольгаға орап, қызып тұрған пеште 20-30 минут пісіріп аламыз. 30 минут өткен соң біздің тауықтан төс етінен жасалынған салмамыз дайын болды. Міндетті түрде тауықтан жасау шарт емес, оны өздеріңіз білесіздер, шұжықтан немесе тартылған еттен де жасауға болады. 40 минуттың ішінде біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 пицца болады. 2 бөлікке бөліп, дөңгелек формаға келтіріп, қайтадан бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Он 15 минут қамырымыз көтерілем дегенше біз пиццаға соус дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 дана пияз, 2 сарымсақ және 4 дана қызанақ қажет. Қызанақтарды осындай тілімдерге бөліп алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. 5 минуттан соң қызанақтарымыздың қабығын аршып, блендерге салып, қызанақтарымызды езіп аламыз. Мінекей осындай болады. Табаға кішкене май құйып, сарымсақ пен пиязымызды әбден қызарғанша қуырамыз. Содан соң үстіне қызанақтарымызды салып, араластырып, жарты шай қасық бұрыш, жарты шай қасық тұз, паприка, орегано және де базилик салып, араластырып, 15 минуттай бұқтырамыз. Үстіне жарты шай қасық қант саламыз. Мінекей біздің соусымыз дайын болды. Мінекей біз 1 сағаттың ішінде қамырды, начинкамызды және де пиццаға арналған соусымызды жасап шықтық. Енді қамырымыздың бір бөлігін алып, дөп дөңгелек етіп жаямыз. Жұқартып жаюымыз қажет. Содан кейін үстіне 2-3 ас қасық соусымызды салып, бір келкі етіп, қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Менде сырдың 2 түрі, біреуі моцарелла және де ламбер сыры. Кішкене сыр салып, тауықтың төс етінен жасалынған начинкамызды саламыз. Және де үстіне тағы да сыр сеуіп, қызып тұрған пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді пиццамыз дайын болды. Шынымен де сіздерге жасап көруге, дәмін көруге кеңес етемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.